Нұрсұлтанда жантүршігерлік жол апатынан 5 адам қаза тапты. Оқыс оқиға бүгін түнде болған. Жас жігіт тізгіндеген Toyota Camry көлігі қарсы бағытқа шығып кетіп, көлікпен қақтығысқан. 2 жүргізуші мен 3 жолаушы оқиға орнында тіл қатпай кетті. Ал бір жолаушы қазір ауыр халде ауруханада жатыр. Адам дым қылмапты ғой. Живой өліп қалған адам. Айгүннің аманда 5 адам мерт болды. 19 жастағы жігіт тізгінге ие бола алмай қарсы бетке шығып кетіп, Toyota Camry мен Nexia бетпе-бет соқтығысты. Бір уыс темір болып қалған көліктерден соққының қаншалықты жойқын болғанын байқауға болады. 2 жүргізуші де қаза тапты. Өкінішке орай Nexia Ravon көлігіндегі 2 жолаушы қаза тапқан. Сонымен қатар Toyota көлігіндегі 1 жолаушы қаза тауып, тағы бір жолаушы ауыр дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Тірі қалған қыз Камриде отырған. Оған ұлттық травматология және ортопедия ғылыми орталығында шұғыл ота жасалды. 18 жастағы арудың жағдайы ауыр. Күрделі операция өтті, омыртқасына өтті. Көп қан жоғалтты. Қазір бізде аппарат ИВЛ'да жатыр ол кісі. Тек кеше күннің өзінде елордада 91 жол апаты тіркелген. Ал 3 күннен бері жауын толастар емес. Арасында қар ұшқындап тұр. Сондықтан жол сақшылары ережені ескеріп, жолда сақ болуға шақырды. Ғабит Бөкенбай, ұлттық арна.